Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Күн сайын жаңа рецептер, тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Бүгін де міне осындай шоколадный бисквитный пирожныйдың рецептісімен бөліскім келеді. Сіздер жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бисквитімізді пісіреміз. Мына жерде мен құрғақ ингредиенттердің бәрін бір ыдысқа араластырып алдым. Қантымды, ұнымды, какао және разрыхителімді бәрін бір-бір араластырып дайындап қойып, және таза құрғақ ыдысыма жұмыртқамды және ерітілген майымды құйып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламын. Бисквитке қажетті құралдардың қаншалықты қажет екенін бәрін описаниеда қалдыратын боламын. Міне осылай көпірілгеннен кейін құрғақ ингредиенттерімді салып, әуелі лопаткамен сәл араластырып жіберемін. Міне осылай араластырып алғаннан кейін жайлап миксерді бірінші скоростан бастап жайлап айналдырып бастадым. Енді бұл қойылып қалғаннан кейін жылытылған сүтімді құйып, миксермен бір қалыпты массаға келгенге шейін жақсылап тұрып миксерлейміз. Менің формам 25-20 жалпысы, мен бірақ 20-20-ға келтіріп, кішкене кішірейтіп, астын фольгамен орап тастап, осыған бисквитімдің массасын құйдым, тегістеп, кішкене жайып, бұрыш-бұрыштың бәріне жеткізіп, духовкаде 160 градуста 30 минут пісіріп алдым. Міне менің бисквитім пісіп шықты. Мен оны суығанша осылай қоямын. Әбден суығаннан кейін ғана жан-жағын осылай пышақпен кесіп жіберіп, формадан шығарамын. Енді мен қазір кремімді дайындаймын. Кремге ыдысымда қантыма, творожный сырымды және сливкиімді, 30% сливкиімді құйып, жайлап миксерлеп, бірінші скоростан бастаймын. Осын жайлап 2-3-ке көтеріп отырып, әбден қоюланғанша, біркелкі масса айналғанша, мен кремімді дайын болғанша осылай миксерлеймін. Міне менің кремім дайын болды. Енді қазір бисквитімді үстіңгі қабатын алып, яғни ортасынан 2-ке бөлдім, және кремнің тең жартысын жаңағы бисквитіме салып шықтым. Енді үстіңгі қабатын мен осылай бөліктерге қолмен уата отырып үстіне салып шығамын. Жалпы маған осылай жасаған ұнайды. Егер сіздерде бисквитті бөлме тегісімен бетін жабам десеңіздер, бөлмей-ақ тұтасымен бетіне жаба қоюға болады. Мен бірақ өзіме осылай больше ұнайтын болғандықтан да осылай жасаймын. Қалған кремді үстіне, барлық кремді үстіне құйып шықтым. Әбден салып бәрін тегістеп, қазір мен холодильникке осылай бір 4-5 сағатқа қалдырамын. Міне менің бисквитім жаңа формада тұрған. Мен мына жерде шоколадпен сливкиімді водяной баняда дұрыстап ертіп алып, енді жаңа пирожныйымның бетіне осылай құйып тастаймын. Барлық жеріне жеткізіп, тегіс қылып, шоколадымды құйып, қайтадан холодильникке 1-2 сағатқа қоя тұрамын. Егер сіздер қатты асығыс болсаңыздар, шоколадты құйғаннан кейін бір 10-15 минутқа морозильникке салып алсаңыздар да жақсы болады. Міне менің бисквитім бір түн холодильникте тұрды. Осылай жан-жағында формасын алып тастап, өзімнің қалауыммен бөліктерге бөлемеймін. Бұл бисквиттен мен қазір 16 штук пирожный шығарамын. Сіздер кішірек қылып кессеңіздер 20-25 штук шығаруға болады. Бір кескен сайын пышақтарыңызды міндетті түрде сүртіп отырыңыздар. Пышақ таза болу міндетті. Міне бисквитім әдемі болып шықты. Қонаққа қоюға керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Оңай әрі арзан болып шығады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.